Ал құрметті оқушылар, бүгінгі өткен сабақтарымыз бойынша қазір біз берілген тапсырмалар бір өлшемді массивке арналған есептер шығару тапсырмасы бойынша алғашқы үш есебін шығару жолын көрсетейік. Бірінші есеп бір өлшемді ұзындығы 10-ға тең А10 массив берілген, осы массив 10 элементтерінің санын тап дейді. Ол үшін бізге керекті мәліметтер бір өлшемді деп айтып отыр. Ол бір өлшемді және де элементтерінің саны берілген 10, немесе n дегеніміздің өзі бұл жерде тұрақты. n дегеніміздің өзі тұрақты 10-ға тең. Және де бізге массив элементін сипаттауым керек. Келесі кезекте массив элементтерін ендіруім керек. Енді бұл жерде 10 элементтерінің санын тап деп тұр. Енді массив элементтерін ендірейін. Бұл жерде А, И деп алайын. Тең болады. Нақты сандар массив демен. Типі int болсын. Int put деп алайын. Енді шарт бойынша, есептің шарты бойынша А, И деген элементім, менің элементім 0-ден үлкен болған жағдайда, бұл жерде К деген айнымалын алуым керек. К қосылған 1, К қосу тең 1 деп алайын. Егер А массивінің элементі 0-ден үлкен болатынтерге 1-ді қосып кет деген сөз. Енді есептік шарты бойынша маған шығарып беру керек. Осы ендірген массив элементінің ішіндегі 10 элементін К деген санды бұлайша айтқанда шығарып беру керек. Сан деп жаза салайын. Енді есепті бағдарламаны іске қосайық. Қосқаннан кейін міндетті түрде көріп отырғаныңыздай бір өлшемді ұзындығы 10-ға тең А10 массив берілген. Осы массивтің 10 элементтерін тап деп тұр. Бірінші бұл жерде массив элементін ендірейік. 6, 3, 5, 5, 6, 3 дейін, және де 5 дейін, 6 дейін, 5 дейін, 6. Бұл жерде қарап отырсақ, 10 элементтерінің саны 5-ке тең. Мысалы, 6, 1, 3, 2, 5, 3, 4, 5. Жалпы 5 10 элементі бар екендігін есептеп берді. Бұл жердегі шарт арқылы осы есептеп шығарып беріп отыр. Бұл жерде бірінші есебіміз бітті. Екінші есебімізде бір өлшемді массив берілген. Осы массивтің P-ға қалдықсыз бөлінетін массив элементтерін экранға шығаруымыз керек. Ол үшін бізге ең қажетті бірінші массив элементінің саны да белгісіз бұл жерде. Және де P деген санда белгісіз. Олай болса, бірінші массив элементінің санын ендіріп алуымыз керек. Қанша элемент ендіретініміз туралы және де қалдықсыз бөлінетін нақты санды да ендіріп алуымыз керек. Үшінші кезекте массив элементін сипаттауымыз керек. Бұл жерде 0 дейін, енге дейін деп алайын. Енді массив элементтерін ендіруім керек. Енге дейін деп алайын бұл жерде. Бірінші массив элементтерін ендіріп алайық. А, И тең. Бұл жерде массив элементтерін ендіріп алдық. Бізге енді тиісті бұл жерде және де шығаруымыз керек. Есептің тапсырмасы бойынша бұл жерде А массив элементіне А деген Ға бөлген кезде қалдығын нөлге тең болса. Осы шарт орындалған жағдайда бізге сол массив элементін экранға шығарып беру керек. Бағдарламаны іске қосайық. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін міндетті түрде өздеріңіз көріп отырсыздар, бір өлшемді массив элементін n деген мына мәлімет сұрап отыр. 5 деп жазайын. Енді P деп екінші кезекте мына мәліметті сұрап отыр маған. Бұған 4 деп жаза салайын. Енді 5 элементті ендіруіміз керек. Бірінші элементін 5 деп алайын. Екінші элементін
4 деп алайын. 3-ші элементінде 4 деп алайын. 6, 8 деп алайын. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, мына 4-ке бөлінетін сандар шығарып берді. Мысалы 4, 4, 8 деген 3 элементті қатарынан шығарып берді. Бұлай қатарынан жазу үшін мына енді деген мына қолданбаны қолдансақ жеткілікті. Келесі үшінші есебімізде өлшем массив берілген, осы элементтің бір ғана нөлге тең элементі бар дейді. Осы элементке дейінгі массив элементтерінің санын шығаруымыз керек. Есептің шарты бойынша солай. Бір өлшемді массив берілген, осы массивке бір ғана нөлге тең элементі бар. Осы элементке дейінгі массив элементін экранға шығаруымыз керек. Экранға шығаруымыз керек. Бұл үшін біз бірінші дәл солай массив элементінің саны белгісіз. Бағана көрсеткенімдей массив элементінің саны белгісіз. Жазды міне қанша элемент ендіру керек деген. Енді кезекте массив элементін сипаттауым керек. Енге дейін. Бірінші массив элементін ендіріп алуым керек. Массив элементін ендіріп алдым. Енді массив осы есептік шарты бойынша шарт құруым керек бұл жерде. Бұл жерде шарт құруым керек. Егер осы элемент тең нөлге тең болатын болса, және де бастабында бір к деген мәнді ала салайын. К тең нөлге тең деп алайын. Осы нөлге тең болатын болса, к тең иға деп алайын. Иға тең деп алайын. Енді есептік шарты бойынша шығарып беру керек. Print A К дейінгі элементтер. Алдыңғы элементтерін шығарып бер деген сөз былайша айтқанда. Бұл оқулықтың басында сіздерге түсіндірілген болатын. Қарап отырсаңыздар, мен жерде міне 3-ші элементтен кейінгі 0, 1, 2, 3-тен бастап былай қаратайық. Дәл солай. 3-тің алдындағы элементтер 1, 0, 1, 2. Түсінікті ма? Осындай элементтерді айтып отыр. Қазір есептің бағдарламаны іске қосайық. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін бірінші түрде қанша элемент ендіретініміз сұрайды, 10 деп жазайық. Екінші кезекте осы элементтерді ендірейін. 6, 5, 8, 9, 0, 2, 3, 5, 6, 8 дейді. Бұл жерде қарап отырсақ 6, 5, 8, 9 дейді. 6, 5, 8, 9. Не көріп отырсаңыздар, 0 элементтің алдындағы элементтерді шығарып берді. Көріп отырсыздар ма? 6, 5, 8, 0. Егер осыдан кейінгі элементті шығар деу үшін, онда к-ден кейін қос нүкте қоямын. Қазір және де бір есептің бағдарламасы бойынша жалпы 10 элемент ендіремін деп айтайын. 6, 7, 8, 9, 5, 0, 3, 6, 9, 8, 7. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, к элементтен кейінгі 0, 3, 6, 3, 6, 9, 8 элементтерін шығарып берді. Ал құрметті оқушылар, қалған 3 есепті өздеріңіз шығарып көріңіздер мүмкін болса, және де ал құрметті оқушылар, қалған 3 тапсырманы өздеріңіз шығарып көріңіздер.